Персонал 100% местное население. Предприниматели 100% практически тоже местное население. Арендную плату мы не берем. Енді кішкене үйренбеушілік, анаушылық, мынаушылық болған жоқ бізде. Өйткені бір Қазақстан барлығы. Суық жер болсын, ыстық жер болсын, өзіміздің қазақтарымыз, өзіміздің кісілеріміз қарсы алып жатыр. Даже өзіміздің әке-шешеміздің үйінде жүрген сияқтымыз деп. Өте жақсы. В этом году вот 27 квартир мы выкупаем и проектируем на следующий год 2 24-квартирных дома. Уже проект идет, на следующий год мы уже будем готовы. На 23 год еще один 24-квартирный дом. Биыл Құдайбекта уборка үшін бір 500 тонна ағашын апарамыз деп ойлап тұрмыз. Енді жұмыс кедеріміз бар, енді сол кісілерге де шөппен, мынау немен бәрімен көмектесеміз. Ауылға көмектесеміз. Біз биыл осы шөп қажеттілігін 1,5 есе көбейттік. Тапшылық болмасын деп, көктемгі жұмыстар науқанына, күзгі жұмыстар науқанына осы екі кезеңіне арзандатылған отын көзделген. Биыл енді осындай тапшылық, шөптің тапшылығы болмасын деп, біз осы шөп науқанына да арзандатылған отын 25%-ға төменді. По дистопливу вопросов нет, начали договора заключать. Сейчас будем оплачивать, вывозить. Уже на осень. На уборку. Да, на осень. На уборку. Здесь порядка 40 видов яблонь и груш. Уже имеем хорошую тенденцию, что здесь будет яблоневый, грушевый сад. Там клубника, да? В Шалдае вообще не было никогда асфальта. Дорога пошла, освещение улучшилось. На сегодняшний день у нас по Шалдайскому сельскому округу 70% уже освещения имеется. Сейчас дом культуры, ремонт, детская площадка будет строиться. Проект у нас сейчас готовится, уже готов проект на стадион наш спортивный. Шалдай ауылына салынып жатқан асфальт жол біздің кіреберіс ауылдың көшелеріне салынса екен деген ауыл халқының өтініші. Соны осыны айтқым келеді. Мемлекеттік бағдарлама ауыл ел бесігі дейді ғой, соның шеңберінде міне 700-800 миллионның төңірегінде қаражат бөлініп жатыр. Міне осы мәдениет үйі қай жылы салынды? 85 жылы. 85-і. 35 жылы күрделі жөндеуден өтпеген, көрмеген, осы күрделі құрылыс жұмыстары сапалы түрде өту керек. Қоғамдық белсенділерден, өкілдерінен жеке осылай топ құру керек, бақылауға алу керек, оны жұмысты